1994 жылы сот алдында тұрған бұл Джеджон әулеті. 7 адамнан құралған бұл қылмыстық топ оңтүстік Корея тарихындағы ең қатыгез қылмыстардың біріне күдікті болды. Оларды ұстау тек бір құрбанның батылдығының арқасында мүмкін болды. Тұтқыннан қашып құтылған сол қыздың әрекеті қанішерлердің билігіне нүкте қойды. Адам ұрлау, шабуыл жасау, азаптау және кісі өлтіру – бұл олардың жасаған қылмыстарының аз ғана бөлігі. Алайда олардың ең сұмдық әрі ақылға сыймайтын қылмыстары мұнымен де шектелмейді. Бүгін біз оңтүстік Кореядағы Джеджон әулетімен, яғни каннибалдар отбасы атанып кеткен қылмыстық топтың тарихын баяндаймыз. Олар ел тарихындағы ең қатыгез сериялық қылмыскерлердің бірі саналады. Полицейлер құтқарылған қызды алғаш көргенде оны есірткінің әсерінен деп ойлайды. Бірақ қыз өзіне жасалған адам ұрлау, зорлық-зомбылық пен азаптау туралы айтып, тағы 2 құрбанның бар екенін жеткізгенде тергеушілер абдырап қалды. Себебі ол айтып отырған 2 адамда полицияның өзі іздеп жатқан болатын. Қыздың аман қалуы мен берген жауабы бұл істің жай ғана қылмыс емес, елді дүр сілкіндірген сұмдық екенін дәлелдеді. 1993 жылдың жаз мезгілі. Покер үстелінде Ким Ги Хван, Мун Сан Рок және Ким Хён Ян танысты. Бұл кездесу олардың ғана емес, көптеген адамның тағдырын өзгертті. Үшеуін біріктірген ортақ нәрсе байларға деген өшпенділік еді. Олар өздерін жек көретін адамдарға қарсы қылмыстық топ құрауға келісті. Олардың ұраны қарапайым болатын. Байларды жек көреміз. Топқа опасыздық жасаған адам өлуі тиіс. Ешбір әйелге, тіпті туған анаңа да сенбе деген. Топтың басшысы Ким Ги Хван болды. Кейін полиция бұл ұйымды Джеджон отбасы деп атады. Ал Кимнің өзі топты Маскан деп атағанды жөн көрді. Оның айтуынша, бұл грек тілінен аударғанда өршілдік деген мағынаны білдіретін. Топқа жаңа адамдар тарту үшін олар құрылыс алаңдарын аралап, жұмысшыларды өз қатарларына қосып отырды. Осылайша топқа Кан Дон Ун, Ку Бьон А, Кан Мун Суп және Сон Бун Ун топ мүшесі айналды. Мүшелер саны 7-ге жеткен соң, олар ауқатты адамдарды тонау жоспарын жасай бастады. Бірақ алдымен өздерінің тұрақты жасырын базасын құруды көздеді. Барлық мүшелер ақшаларын ортаға жинап, қару-жарақ сатып алды. Олар тапаншалар, пышақтар, қылыштар және 2 көлік иеленді. Кейін жеке үй сатып алып, оның жөрделесінде бірнеше тұтқын камерасын жасады. Сонымен қатар қылмыстарының ізін жасыру үшін қорқынышты қоқыс өртейтін пеш орнатты. Бұл жер кейін олардың құрбандары үшін нағыз тозаққа айналды. Топ мүшелері өз жоспарларын жүзеге асыру үшін сол кездегі құны 1 миллиард вон, яғни шамамен 1 миллион ақш долларын жинауды мақсат етті. Олар бұл ақшаны қоғамның ең ауқатты өкілдерін ұрлап, бопсалау арқылы таппақ болды. Сол үшін топ мүшелері бір-бірін қылмыс жасауға арнайы дайындап, түрлі тәсілдерге жаттықты. Енді оларға тек алғашқы құрбан ғана керек еді. 1993 жылдың шілде айында 20 жастағы Чой есімді бойжеткен темір жол көпірінің астымен өтіп бара жатқан. Ол өзін қандай қорқынышты тағдыр күтіп тұрғанын мүлде сезген жоқ. Сол жерде оны Джеджон тобы ұстап алып, жақын маңдағы төбеге алып келді. Онда қызға қатыгездік пен зорлық көрсетілді. Алайда олардың мақсаты тек зорлау жасау емес еді. Топ басшысы Кимнің әлде қайда сұмдық жоспары болды. Чой ауқатты отбасынан шықпағанымен, Ким оны адам өлтіруді үйрететін жаттығу құралы ретінде пайдалануға шешім қабылдады. Кейін топ мүшелерінің берген жауабына қарағанда, Ким басқаларына адамды қалай өлтіру керектігін іс жүзінде жүргізген. Ол Чойдың мойнын баяу қысып, тіршілігі үзілгенше тұншықтырған. Осылайша ол өзгелерге суыққанды кісі өлтірудің тәсілін көрсеткен. Қыздың мәйіті көп ұзамай табылғанымен, полиция қылмыстың себебін де, күдіктілерді де анықтай алмады. Бұл іс біраз уақытқа дейін ашылмаған жұмбақ болып қалады. Ал келесі құрбан топтың өз мүшесі болды.
Сон Бун Ун топтың қазынашысы қызметін атқарған. 1993 жылдың тамыз айына қарай олардың қолында шамамен 3 миллион вон жиналды. Сол ақшаны пайдаланып қалғысы келген Сон барлық қаражатты жинап қашып кетеді. Бірақ ұзақ жасырына алмады. Ол туысының үйіне барғанымен Чжон тобы оны көп ұзамай тауып алды. Олардың ойында бір ғана нәрсе болды. Ол кек алу. Өздерінің сатқын міндетті түрде өлуі керек деген ережесіне сүйенген топ Сон Бун Унды адам аяғы баспайтын жерге апарып аяусыз атып өлтірді. Бірнеше кісі өлтіргеннен кейін олар оңтүстік Кореядағы ең бай адамдарды анықтаудың жолын іздей бастады. Көп ұзамай оларға Сеулдегі Hyundai әмбебап дүкенінің қызметкері құпия тізімді береді. Бұл тізімде Сеулдегі ең ауқатты 1200-ден астам көлік иесінің жеке мәліметтері болған. Осы қылмыскерлер кімнің қалтасында көп ақша бар екенін дәл анықтап, жаңа құрбандарын таңдауға мүмкіндік алды. Алайда көп ұзамай олардың жоспары күтпеген жерден бұзылды. Сон Бун Унның өлімінен кейін Ким Ги Хван ұсталды. Бірақ ол бұл кісі өлтіру үшін емес, одан бұрын жасаған басқа ауыр қылмысы үшін қамауға алынды. Мич Тойдың өлімінен бір күн бұрын Ким өз туған жиеніне ауыр зорлық көрсеткен. Сол оқиғадан кейін қыздың бойында өмір бойы кетпейтін физикалық әрі психологиялық жара қалды. Полиция Кимнің бұған дейін жасаған басқа қылмыстары туралы әлі білмейтін. Соған қарамастан, оны қамауға алып, темір тордың ар жағына жапты. Осылайша, Чжон тобы өз жетекшісінен айырылды. Алайда, Кимнің тұтқындалуы топтың қылмысын тоқтатпады. Қалған мүшелер бай адамдардың тізімін пайдаланып, жаңа құрбандарын іздеуді жалғастырады. Бір түні Ли Джон Су жігітімен бірге көлікпен келе жатқанда, оларды Чжон тобы байқап қалады. Мінген көліктеріне қарап, қылмыскерлер оларды ауқатты адамдар деп ойлаған. Топ мүшелері бірнеше көлікпен жолды жауып, жұпты тоқтатты. Сол сәтте Мун Сон Рок жігітті көліктен сүйреп шығарып, оған пышақпен шабуыл жасады. Екі жәбірленушінің де ауыз мақта тығып, оларды топтың жасырын базасына, қоқыс өртейтін пеш орналасқан жерге алып кетті. Бірақ бұл олардың көрген қорлығының бастамасы ғана еді. Қылмыскерлер ерлі зайыптыларды босату үшін ақша талап етті. Алайда бір түн өткен олардың үлкен қателік жібергені белгілі болды. Олар таңдаған көлік ескі әрі арзан модель болып шықты. Демек, құрбандар қомақты ақша өндіру мүмкін емес еді. Осыны түсінген қылмыскерлер ашуын тұтқындардан алды. Топ мүшелері кезек-кезек Ли Джон Суға зорлық көрсетті. Кейін олар оның жігітіне көшті. Бірақ ең сорақысы әлде алда болатын. Қылмыскерлер Ли Джон Суды өз сүйіктісінің өлімін көруге ғана емес, оған еріксіз қатысуға мәжбүрледі. Олар қызға жігіттің басына полиэтилен пакет кигізіп, тұншықтыруды бұйырды. Қыз үзілді-кесілді бас тартты. Сонда Мун Сон Рок оның қолдарын күштеп ұстап, пакетті жігіттің басына ұстауға мәжбүрледі. Ли Джон Су сүйіктісінің соңғы демін алып жатқанын көзімен көруге мәжбүр болды. Оған дейін жігітке көп мөлшерде алкоголь ішкізілген. Мұның мақсаты оны әлсірету ғана емес, кейін қылмысты жазатайым оқиға ретінде көрсету еді. Кісі өлтіргеннен кейін олар жұптың көлігін алып, жігіттің мәйітін жүргізуші орнына отырғызды да көлікті жардан төмен құлатып жіберді. Бірақ мұнымен де тоқтамады. Қылмыскерлер Ли Джон Суға тағы зорлық көрсетті. Полиция көлікті тапқан кезде ішінен алкогольдің көп мөлшері анықталғандықтан болған оқиғаны қарапайым жол көлік апаты деп қабылдады. Кейін Ким Хён Ян қалған мүшелерді Ли Джон Суды тірі қалдыруға көндірді. Алайда оның тағдыры бәрібір қасіретте болды. Арада бірнеше күн өткен соң Чжон тобы өздерінің келесі құрбанын таңдады. Көп ұзамай қылмыскерлер тағы бір құрбанды көздеді. Олар Hyundai көлігімен келе жатқан орта жастағы ерлі зайыптыларды байқап, оларды өте бай адамдар деп ойлады.
Бірақ бұл жолы да қателесті. Со мырза мен Пак ханымның қылмыскерлер талап еткен 100 миллион воны болған жоқ. Со мырза егер уақыт берілсе қажетті ақшаны тауып беруге уәде етті. Ақыры ол бар болғаны 80 миллион вон жинап алды. Соған қарамастан топ ақшаны қабылдап, оны алып келуге жіберді. Со мырза досынан ақшаны шұғыл ота жасауға қажет деп сұрады. Алайда ақшаны алған соң досына өзін адам ұрлап кеткенін айтып үлгерді. Бірақ бұл әрекет оның өмірін құтқара алмады. Со мырза қайтып келгеннен кейін Чжон тобы берген уәдесінен тайып, ерлі зайыптыларды босатудың орнына екеуін де өлтіруге шешім қабылдады. Ең сұмдығы, олардың бұл жолы да Ли Джон Судың өздерінің лас ісіне араластырды. Қыздың қолына тапанша ұстатып, ерлі зайыптыларды атып өлтіруге мәжбүрледі. Көп ұзамай Со мырза мен Пак ханым да қаза тапты. Алайда олардың мәйіттерінен жасалған әрекет оңтүстік Корея тарихындағы ең қорқынышты қылмыстардың бірі ретінде қалды. Чжон тобы үйлерінің жанында кәдімгі барбекю ұйымдастырды. Көршілер оның артында қандай сұмдық жатқанын білмеді. Сол күні олардың соңғы құрбаны адам етін жеуге негізделген жан түршігерлік әрекеттің құрбаны болды. Бұл оқиға бүкіл елді есеңгіретіп жіберді. Бұдан да сорақысы қылмыскерлер Ли Джон Суды адам етін жеуге мәжбүрледі. Бірақ оның азабы мұнымен аяқталған жоқ. 1994 жылдың 16 қыркүйегінде топ мүшелері динамит қолдануды үйреніп жатқан кезде жарылыс болып, Ким Хён Ян мен Ли Джон Суды күйеу алды. Олар бұл дайындықты түрмеде отырған топ басшысы Ким Ги Хванды қашырып алу үшін жүргізген. Жарақат алған соң қылмыскерлер оларды ауруханаға апаруға мәжбүр болды. Ли Джон Суды да өздерімен бірге алып кетті. Бұл олардың ең үлкен қателігі еді. Ким Хён Ян Ли Джон Суға сенетінін айтып, оған топ мүшелерінің ақшасы мен телефондарын сеніп тапсырған. Ауруханада медбике қызды палатаға жараланғандарды көруге шақырғанда, Ли Джон Су өміріндегі ең маңызды шешімді қабылдады. Ол қашуға бел буды. Қашу оңай болған жоқ. Алғашында ол таксиге отырғанымен, жүргізушінің қойған сұрақтары күдік туғызып, бірнеше мүмкіндік туған сәтте көліктен түсіп қайтадан қашып кетті. Оның мұншалықты қорқуында себебі бар еді. Чжон тобы оған өздерінің мыңдаған мүшесі бар екенін, қайда жасырынса да тауып алатын қайта-қайта айтып, үрейде ұстаған. Бірақ сол сәтте Ли Джон Су қорқынышын жеңіп, жақын маңдағы жүзім бағына қарай жүгіріп кетті. Ли Джон Су қашып шыққаннан кейін жалдамалы көлікке тапсырыс беріп, бірнеше сағат бойы көліктің келуін күтті. Ақыры көлік келген соң, ол қорқынышты 7 сағаттың жолдан өтіп, провинциядан Сеулге жетті. Қалаға келген бойда ең жақын полиция бөлімшесін тауып, басынан өткен барлық сұмдықты айтып берді. Ол Чжон отбасының қолында көрген азабын, қорқынышын және қылмыскерлердің жасаған әрекеттерін егжей-тегжейлі баяндады. Полиция дереу арнайы операция ұйымдастырды. Көп ұзамай Чжон тобының барлық мүшесі ұсталды. 1994 жылдың 1 қарашасында өткен сот процесі бүкіл оңтүстік Кореяны назарын аударды. Сот алдында тұрған 6 қылмыскердің ешқайсысы жасаған сұмдық әрекеттеріне өкінгенін көрсетпеді. Керісінше, олар өз қылмыстарын мақтан тұтқандай болды. Олардың жалғыз өкініші жеткілікті бай адамдарды өлтіре алмағаны еді. Сот шешімі бойынша топтың әрбір мүшесі кінәлі деп танылып, елдегі ең ауыр жазаға өлім жазасына кесілді. 1995 жылдың 2 қарашасында сот үкімі шыққаннан кейін шамамен 1 жыл өткен соң Чжон тобының барлық мүшесі өлім жазасына кесілді. Алайда бұл оқиғадан кейін бір адам тірі қалды. Ол Ли Джон Су. Осындай қатыгездікке қарамастан ерекше батылдық танытып тірі қалған қыз.
Осы қасіретті оқиғадан бері 3-10 жылдық өтті. Бұл жағдайдың оның өміріне қаншалықты әсер еткені белгісіз. Бірақ бір нәрсе анық. Суыққанды өлтірушілер мен каннибалдар енді ешкімге зиян келтіре алмайды. Олардың қанды тарихы оңтүстік Кореядағы ең қорқынышты қылмыстардың бірі ретінде мәңгі есте қалды.